Еркін Шажалы, жалпы биылғы оқу жылында оқу бағдарламасына қандай да бір өзгерістер болды ма? Жалпы болса қандай өзгерістер? 17-ші жылы еліміз біз мынандай мамандық аштық. Сол кезден бастап кетейін. Ақпарат және кибер қауіптілік. Себебі қазір біз 21-ші ғасыр болғаннан кейін біздің көбінесе қолданатынымыз не? Компьютерлік жүйе. Ондағы ақпараттың сақталуы. Ал егер биыл алып қарайтын болсақ, біз жаңа айтып кеттім өзім адами ресурстарды дайындау, олардың біліктілігін аудару, ол адами ресурстарды басқару. Себебі тағы да бұл қабылдатын шешім үлкен. Сонымен қатар тағы бір айтып кететін нәрсе оның алдында да болды. Мысалы 16-шы жылы осы жерге келген кезімде небәрі 4-5 бағдарлама болатын, қазір бізде 11 бағдарлама бар. Соның ішінде бұрыннан дайындалып келген бағдарлама мемлекеттік саясат деген. Бұрын қазақ тілінде және орыс тілінде жүргізген болатын. Биылдан бастап біз ағылшын тілінде дайындауды жүзеге асырып жатырмыз. Шетелден оқытушылар, сарапшылар көп шақыртыла ма? Жалпы оларға қандай талаптар қойылады? Өте орынды сұрақ. Шетелден біріншіден айтып кету керек. Шетелдің келетін біздің сарапшыларымыз бар, қазақстандық сарапшыларымыз бар. Олардың барлығымыз 16 жылдан бастап, яғни байқау арқылы өткізіп жатырмыз. Себебі кез келген сарапшы келеді, мен білемін дейді. Сондықтан мысалы қазір біз Норвегия мемлекетімен, Сингапур, Оңтүстік Корея, орыс мемлекеті, Ресей мемлекеті, сосын басқа мемлекетте жұмыс жасап жатырмыз, бірақ соларда осы біздің мемлекеттік қызметтің алдына шығу кезінде біз үлкен байқау жасаймыз. Қандай бағдарлама береді? Олардың берген бағдарламасы біздің мемлекеттік саясатқа сай келе ме? Қай бағытта жүруіміз керек? Біз айтып отырмыз, көп векторлық саясат ұстанғаннан кейін Қазақстан, біз бәріне ерекше көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан мемлекеттік қызметкері, мен жаңа тағы да айттым, негізгі шешім қабылдайтын азаматтар. Азаматтар емес, ол мемлекеттегі лауазымды тұлғалар. Сондықтан олардың қабылдайтын шешімі әр уақытта біздің өсіп дамуымызға өзінің әсер етеді. Сондықтан мен жаңа айтып отырмын, Сингапурдан келеді бізге Оңтүстік Кореядан келеді, Ресей мемлекетінен келеді, Норвегия мемлекетінен келіп жатыр. Біз ақш, онымен де мысалы айтайық, Максвелл университетімен біз қазір шартқа отырғанбыз. Ол жерде қос дипломды беру жөнінде біз шартқа отырған. Биыл бізде 3 магистр біздің университетте бітірді. Сонымен қатар Сиракуз қаласындағы, Сиракуз университетіндегі Максвелл университетін тағы да бітіріп шықты. Сондықтан ондай бізде бағдарламаларымыз бар. Яғни шетелден де, шетелдік университеттерден осында келіп оқитын азаматтар бар ғой? Бар. Шетелден мысалы осы 19-шы жылы бітіргенде біз 8 мемлекеттен бізден осы өздерінде оқуларын осы жерде тамамдап дипломдар алып кетті. Ол Афганистан мемлекеті, Тәжікстан, мысалы биылдың өзінде Украинадан түсіп жатыр, содан кейін Қырғызстан, Моңғолия елі. Олар биылдың өзінде мысалы біз тағы да осы жаңа ашқан мамандықтарымыз бойынша Украинадан, Қырғызстаннан, Қазақстан қойғанда, Ресейден, тағы да Ауғанстаннан, Моңғолиядан, Тәжікстаннан біздің осы академияда оқып жатыр. Жалпы академия еліміз бойынша бірден бір оқу орны бар. Енді түлектер жайлы айтып өтіңізші, жалпы қандай жоғары лауазымды азаматтар осында оқып шықты, және осы уақыт ішінде қанша доктор шықты жалпы? Өте жақсы сұрақ. Жалпы бұл кезінде, егер біз академия, биыл біздің академиямыз құрылғаны 23 жыл толып отыр. Сондықтан ең бірінші академия аталған жоқ, 1994 жылы ашылды, онда жоғарғы саяси мектеп деп ашылды. Сол кезде мысалы содан бастап есептейтін болсақ, 23 жыл толып отыр, оның ішінде шыққан көптеген азаматтарымыз бар. Қазір біздің саяси қызметте жүрген азаматтарымыз бар. Мысалы айтайық, Исекешев Әсет Өрентайұлы, осы біздің академияның түлегі. Сонымен қатар мына біздің қаланың әкімі Күлгенов Алтай, ол да біздің академияның түлегі. Яғни қарасаңыздар, қазір соңғы кезде академияда оқитын білім алатын магистраттар саны өсіп келе жатыр. Өскенде сапасы өскен саны енді бұрынғы күйінде қалып отыр. Мысалы біз жылына 120 адам қабылдаймыз магистрант.
және 12 докторант қабылдаймыз. Тағы бір ерекшелігі бізде осы біз академия түсудің, оны тек қана мемлекеттік қызметшілер, біз басқаларды қабылдай алмаймыз. Сонымен айтқанымда сол мемлекеттік басқа оқу орындарын салыстырған кезде біздің ерекшелігіміз сол, бұл мемлекеттік қызметшілер даярлау болғандықтан біз басқа саланың азаматтарын қабылдай алмаймыз. Сонымен қатар тағы айтып кету керек, естеріңізде болатын болса, былтыр 2018 жылы елбасы Қазақстан тұңғыш президенті 5 қазанда өзінің жолдауында айтқан болатын. Осы академияға үлкен тапсырма берді. Бұл не? Жаңа форматтағы мемлекеттік білікті мемлекеттік жаңа формация жетекшілерін дайындау бойынша. Ол да қазір бізге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Біз енді егер бәрі аман қол дұрыс болатын болса, 2020 жылдан бастап осы жаңа формат жетекшілерін дайындайтын бірден-бір тағы да оқу орнын есептелінеміз. Жақсы. Қанша доктор шықты? 2009 жылдан бастап біз докторлық докторанттар дайындауға айналысып жатырмыз. Сол жылдың ішінде қазіргі кезде бізде 60-тан астам ғылым доктор шықты. Жалпы докторантураға жаңа талап күшейді дедіңіз ғой. Ол қандай талап? Сонымен қатар магистранттарда қандай талаптар қойылады? Олар мемлекеттік қызметте қанша жыл істеу керек деген сияқты? Енді ол бағдарламаға бар. Біріншіден қандай талап қойылады деген кезде, бірінші талабын айттым, мемлекеттік қызмет жасау керек. Бір. Екінші, осы таңдау кезінде, айтайық, емтихан кезінде 3 тілде сұрақ қойылады. Қазақ ана тілімізде, мемлекеттік тілде, ресми тілде, орыс тілде, ағылшын тілінде. 3 тілді игеру керек. Содан кейін біз 16 жылдан бастап, 17 жылдан бастап жаңа енгізгеніміз бұл АПТИС деген бағдарлама бар. Яғни Ұлыбритания мемлекет арқылы жүзеге асырылады. Оны ешкім көмектесе алмайды, оған ешкімде. Яғни сол мемлекеттік қызметшінің ағылшын тілін беру деңгейін тексереміз. Яғни халыққа жақын болуды оқыту, ол оқыту бағдарламасында енгізілген, иә? Енгізілген. Және күнделікті өмірімізде айтамыз. Бағдарлама енгізілген, және оларды халықпен жұмыс жасау тәсілдерін үйретеміз. Әрине бәрібір дейміз халықтың. Кейбіреу түсінбей шығуы мүмкін, кейбіреу біреудің сөзін еріп шығуы мүмкін. Біреу ана жерге бара жатырмыз, соған барайықшы деп. Сол азаматтармен сөйлесетін болса, мен ойлаймын, бүкіл мәселені сол жерде шешіп тастауға болады. Халықпенен мемлекеттік органдар арасындағы кедергіні жоғалту болмау керек ол. Кейде мен айтамын, өзімде дәріс беремін ғой. Сонда мен өзім магистранттарға студенттерге айтамыз. Халықпен жұмыс жасай білу керек. Біздің оқытып жатқанымыз сол. Сөйлей білу керек. Оларға түсіндіре білу керек. Олардың қажеттілігіне біз кәдімгідей қажеттілік шешуге мүмкіндік жасауымыз керек. Біз олардан қашпауымыз керек. Арақашықтық жақындай беру керек халыққа. Кейде мынау бізде болады, бәрі деп айтпайық, мемлекеттік қызметке барған азаматтар халықтан қашады. Немесе өзі бармайды, орынбасарын жібере салады. Сен жоқ, халыққа түсіндіріп айтса, кез келген адамға бәрі де түсінеді. Елдегі мүмкіншіліктерді айту керек. Неге ол мәселе шешілмей жатыр? Болмайтын болса шешу жолдарын айту керек. Халықтан қашқан сайын халық ашына түседі. Соны түсіну керекпіз. Оларды ашындырмауымыз керек. Мемлекетті өзі не үшін керек? Мемлекет халықтың жағдайын жасау үшін керек. Мен қазір заң ретінде мемлекеттің 5 белгісі, соның бірі не? Халыққа белгілі деңгейде салығын төлеп отыр халық, соған қызмет жасай білуіміз керек. Сонда ғана біздің мемлекетіміз алға жүреді. Сонда елдің жағдайы дұрысталады. Ең бірінші мәселе осында. Біз сөзін шын айтсақ, бізге келіп түскен магистранттар менен шыққан кездегі магистрлардың айырмашылығы көк пен жерде. Олардың санасы өзгереді. Елбасының айтқан сол, ең бір сананы өзгерту, адамды өзін өзгерте білу керек та. Кейде ойлайды, үлкен, жасы үлкен өзгерт. Жоқ, бұл бәрі қате нәрсе. Кез келген адамды қажетті деңгейде, қажетті бағытта тәрбиелеу, оқытуға болады. Бірақ не қажет? Мына жер қажет, мен жүрегім. Мен соны істегім келеді халыққа деген. Олай болмайды, ештеңе де болмайды. Сондықтан
әрине басына түскен кезде кейбір ойлайды, ой, ондай болмайды ғой, шыққан кезде өзгеріп шығады. Шыққан кезде мен 4-ші сынып істеп жатырмын, кәдімгідей соған жүгіріп, қатынасып, ілгерілеуге ұмтылып жүрген азаматтар өте көп. Сондықтан мен қуанамын. Сонда елдің болашағы үлкен екендігіне мен сенемін. Себебі соны түсіне білетін жастар бар. Онда антикоррупциялық мазмұндағы дәрістер өткізіле ме? Бұл да орынды сұрақ. Жалпы мен мынандай сөзді бастар едім, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әңгіме бастаған кезде, ол бар нәрсе бізде. Бірақ мында ұғым бар, парасаттылық деген. Бабарыңыз пайдаланған. Бұл енді біз кезінде осы бір агенттік болып тұрған кезде, мемлекеттік істер жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік болып үлкен жұмыстар жасалған. Қазір енді бөлініп шықты. Біз қазір мемлекеттік істер жөніндегі агенттікке қараймыз. Соның белгілі бір ұйым болып есептейміз. Бірақ бұл жұмыс әлі жасалуда бізде. Сонымен қатар академияда өзі орталық бар, арнайы. Осы тек қана осы мәселемен айналысады. Сондықтан бұл енді біздің күнделік мемлекеттік қызметші дегеннен кейін бұл мәселе бірге жүреді, сыбайлас жемқорлық. Бұл адам өзі кейде айтады, туылғаннан ешкім ештеңе болмайды. Дүниеге келген баланың әжеме кішкентай оның ойында ешқандай ештеңе жоқ. Сыбайлас жемқорлық деген не екенін де білмейді. Сондықтан бәрі тәрбиеде. Сондықтан мен жаңа айттым, неге парасаттылықты айттым? Азамат қазақта айтады, сондай парасаттылығы жоғары үлкен азамат дейді. Сондықтан біз келген кезден бастап, магистрлер болсын, немесе айтайық, олар қайта даярлауға келсін, біліктілігін жоғарылтуға келсін, бәрі айтамыз. Осы мәселе парасаттылықта. Яғни біз қазір біздің жаңа айттым, бір агенттік болып тұрған кезде адалдық алаңы көп деген мысалы қазір жобалар жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан біздің тікелей академияның қатысы бар. Бізде мысалы біз жаңа мен басында айттым, өзімізден бастауымыз керек. Егер осы әрбір мемлекеттік қызметші, әсіресе лауазымды адам жол бермейтін болса, еш уақытта ол мәселені көтермейтін болса, немесе соған сүйене отырып басқа бір тартпайтын болса, ол мәселе өзі қалады бара-бара. Мен әрине айта алмаймын, түбінде жоғалып кетер. Тек қана ойламау керек, біз Қазақстанда ғана бар екен. Бәрі барлық мемлекетте бар, сонау тарихты алып қайтын болсам. Бірақ біз қазір 20-ші ғасырдамыз. Сондықтан еліміздің болашағын ойлаймыз. Алдыға жүргенін ойлаймыз. Сондықтан бұған біз өте көңіл бөлеміз. Біздің академия осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде үлкен жұмыстар жасалады, және онымен айналысатын арнайы орталық бар. Жалпы мемлекеттік қызметті жоғары лауазым деп қарай ма көпшілік, әлде оны патриоттық деп есептеу керек бола ма? Қиын сұрақ бір жағынан. Мен бұл жерде тағы айтар едім де, жаңағы санаға байланысты парасаттылыққа дейді. Кейбір азаматтар түсіну мүмкін, мен өзімнің күнделікті мүмкіншілігім үшін қажет нәрсе деп. Бірақ біз оны академияға келген кезде оны өзгерте аламыз. Ең бірінші, мен халыққа қызмет жасай білетін азаматпын деп. Және мемлекеттік лауазымды тұлға ол шын айту керек. Өте қызықтыратын да, қызық та қажетті нәрсе. Сондықтан кез келген Қазақстанның жас азаматтары соны осылай түсіну керек. Мен өзімнің туған халқыма қызмет жасау үшін келемін деп. Ал қызмет жасайтын болса, оның қызық жағы да бар, үйренетін нәрсесі де көп.